Құрметті достар, келген мына Шағбан айы құтты болсын. Және де осы бір жерде бір ақынның махаббаттан пайғамбарымызға деген арнаған бір өлең жолын сіздерге оқығымыз келіп отыр. Ол кісі былай деген екен: Я сахибәл жәмәл, ей сұлулық иесі, уәя саййидәл бәшар, ей адамдардың басшысы, мин уәджихикәл мунир, сенің жарқын жүзіңнен лақады науарал қамар, шындығында айдың өзі жарқырады. Лә юмкинус сәнә кәнә хаққа, сені орнына келтіріп мақтау мүмкін емес. Бәдәз хүдә бұзурікті и, Алладан кейінгі ұлық сенсің. Бұл кісіден артық қандай өлең жолын арнау керек екенін білмедім. Яғни бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды Алланың өзі Құран кәрімде хабибім, яғни сүйіктім деп жоғары дәрежеде ол кісіні мақтаған. Осы бір жерде айта кетерлігі, көне түркілер, яғни жалпы қазақтар осы кездегі қазақ даласы болсын, исламмен біте қайнасқан, және де қаншама ғасырлар бұл дінді ұстанған. Және де осы бір жерде қызық жайтты айтқымыз келіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіттің қасында Құббатут Туркиді тіккен екен. Яғни түсінбей отырсаңыздар, Құббатут Турки деген киіз үй, қазіргі тілмен айтқанда, сол киіз үйді мешіттің қасына тіктіріп, және де кейбір кездері оның ішіне кіріп құлшылық жасаған екен. Кейбір кезде мешіттің ішіне де оны тіктірді дегенде хабарлар бар. Яғни хадистерде бұл киіз үй Құббатут Турки деп келеді. Яғни қазіргі кездегі әлемдегі мешіттерде күмбездің болуына да осы бір түркінің күмбезі әсер етті. Ол жағы кейін анықтала жатар. Жалпы айтайын дегеніміз, біз әуелден мұсылманбыз, қаншама ғасырлардан бері. Осы бір нәрсені ұмытпай, алдағы уақытта өзіміздің тура бұрынғы ата-бабаларымыздың жолына қайта түсіп, өзіміздің жолымызды тапсақ екен ниеттеміз. Алла тағала бәрімізге тек жақсылықты нәсіп етке, алдағы күндеріңізде сәттілік. Біздің кейінгі бейнероликтерімізді қарап жүріңіздер. Ал ендеше қош аман, арнаға тіркеліп бізді қолдаңыздар. Жақсы. Аллаху Аллах, ей сен мейірімді Алла, құл сүйгіш Алла, мен күнәһар құлың. Дұға қылады өзегін өртеп, жылатар бүрін. Кешіру көзің, лайықтысың, кешірер болсаң.